Келесі 8-ші санап 493-ші БЖБ биосфера экожүйе популяция адам қызметін қоршаған ортаға әсері бөлім бойынша БЖБ тапсырмасы жауабы мен. Бірінші тапсырма суретке қараңыз, сұраққа жауап жазын. Судың экожүйесі мен жер үсті экожүйелерінің негізгі айырмашылығы неде? Су экожүйесінде өндірушілердің саны тұтынушылардың санынан аспайды. Келесі Б тапсырмасы бірінші тапсырманың Б'сы себебін түсіндіріңіз дейді. Себебі бізде су фотосинтезді жібір жасушалы балдырлар, цианобактериялар, кейбір планктондар, олардың көбею жылдамдығы қоректену жылдамдығынан кем емес, сондықтан олар санынан аспайды, сонымен бірге экожүйенің тұрақтылығын сақтайды. Келесі екінші тапсырма дұрыс жауап белгілеңіз дейді. Уақыт берілгенде популяцияда туу мен өлім арасында айырмашылық ол өсудің артуы болып келеді. Келесі Б тапсырмасы К стратегиясы популяциядағы өмір сүру ұзақтығы өседі. В тапсырмасы популяциядағы генофонды бұл барлығының жиынтығы, гендердің жиынтығы. Келесі үшінші тапсырма бұл жерде сәйкестендіреміз. Бірінші тапсырма Г, екінші Е, үшінші З, төртінші Б, бесінші А, одан кейін Д, В, Ж болып келеді. Яғни сәйкестендірілген жауабымен. Бұл жерде қарым-қатынас түрлері және мысалдар. Келесі тапсырма фотосуреттегі өсімдіктерде қандай бейімделу механизмдер дамыған. Яғни бұл жерде жапырақты ылғалдың жиналуы, жапырақтың болмауы, өзгерген жапырақтар, тікенектер, шөлде судың жетіспеушілігіне бейімделудің барлық механизмдері көрсетілген. Келесі 5-ші тапсырма суреттегі экологиялық мәселелер себебін түсіндіріңіз және экологиялық мәселені атаңыз. Бұл жерде бізде Арал теңізі көрсетілген. Сырдария мен Амударияның өзендерінің суын мақта және күріш дақылдарын суару үшін бақылаусыз және дұрыс пайдаланбау себебінен Арал теңізінің жойылып кетуі көрсетілген.